если функциясының қызметін түсіндіретін болса, егер шарт ақиқат болса бір мәнді қабылдайды, ал жалған болса басқа мәнді қабылдайды. Бұл жерде бізде кестеде беріліп тұрған мәліметте мен былай шарт қойғым келіп отыр. Егер 150 теңгеге дейінгі, яғни тауарлар болса, онда мен сатып аламын, ал егер де 150-ден асып кетсе менің товарымның ақшасы, онда мен бұл товарды алмаймын. Шарт былай қойылады. Жұмыс жасау үшін теңдік белгісі басы, если функциясын жазамыз. Если деп жазып, жақшаны ашып, ұяшықты белгілеп, яғни шарт қоямыз. Шарт бізде 150-ге тең немесе 150-ден үлкен болса, 150-ден кіші болса, онда мен ол тауарды аламын. Тырнақшаны ашып, аламын деп жазамын. Аламын. Тырнақшаны жауып, нүктелі өтірім қойып, олай болмаса келесі шартында бізде алмаймын. Алмаймын. Осыдан кейін жақшаны жауып, энтерді басамыз. Міне. Төмен қарай картамыз апта толтыру арқылы. Сонда 300 теңгені, 150 теңге, 800 теңгенің заттарын мен алмаймын, 20 теңгенің, 25 теңгенің, 50 теңгенің заттарын